Аңдар шаһары. Сол күннен кейін біз кинотеатр жайлы мүлде сөйлеспеуге тырыстық. Бірақ неғұрлым ұмытайық десек, соғұрлым бәрі есімізге түсе береді, әсіресе түнде. Бір күні кешке достарымның бірі жазды. Теледидар өзінен өзі қосылып, кинотеатрдағы залды көрсетті деді. Сол сәтте менің де денем тітіркеніп кетті. Өйткені дәл сол уақытта мен де экранға қарауға батпай отырған едім. Тіпті қараңғы бөлмеде жалғыз қалудан қорқатын болдым. Келесі күні біз бәріміз кездесіп, не болып жатқанын бірге талқылайық деп шештік. Көшедегі жарығы мол, адамдары көп жерді таңдадық. Өйткені әрқайсымыз қараңғыдан қорқатын болдық. Дастархан басында отырып, әркім өз басынан өткенін айтты. Біреу түнде терезеден әлсіз жарық көріп далаға қараса, алыстағы кинотеатр бағытына қарай созылып тұрған ақ тұманды көріпті. Ал біреу үйіндегі айнадан өз көлеңкесін емес, бөтен ұзын қара сұлбаны көріпті. Бәріміз ойымыз бір жерден шықты. Әлгі елес әлі де біздің жанымызда жүр. Біз бұдан құтылудың жалғыз жолы сол жерге қайта барып, бәрін өз көзімізбен көру деп шештік. Бұл қандай оқиға десеңдер, осыдан бір ай бұрын достарымызбен бірге Аңдар шаһары екіншісі шыққан мультфильмге барған едік. Сол кинотеатрда қараған мультфильміміз барлығы нағыз қарғыспен біткен еді. Кейін біз осыдан құтылудың жалғыз жолы сол жаққа бару үшін деп қайтадан сол кинотеатрға баруды шештік. Бірақ бәріміздің ішімізде бір үлкен қорқыныш бар еді. Кешкісін кинотеатрға қайта бардық. Сыртынан қарағанда бәрі әдеттегідей, адамдар кіріп шығып жатыр. Ешқандай ерекше белгі жоқ. Бірақ біз залдың есігін көрген сәттен бастап денеміз шымырлап, жүрегіміз дүрсілдеп кетті. Ішке кірдік. Дәліз дәл баяғыдай, бірақ біз үшін бәрі өзгеріп кеткендей. Батырлама деп алып, баяғы отырдық қатарға да отырдық. Бұл жолы фильм басқа мультфильм емес еді. Бірақ біз үшін бәрібір. Бастысы осы зал. Жарық баяу сөне бастады. Ал біз бір-біріміздің қолымыздан қатты ұстап отырдық. Жарық толық сөнгенде көлеңкелер ұзарып, орындықтардың арасын созылып кетті. Ал экран қосылған кезде біз күтпеген нәрсе болды. Дәл сол бос қала қайтадан пайда болды. Біз залға жалғыз өзіміз емес екенімізді түсіндік, бірақ айналамызға қарауға тырыспадық. Сол кезде біз отырған қатардың арт жағынан өте баяу, ауыр дем дыбысы естілді. Біреу дәл құлағымыздың жанында демалып тұрғандай. Кейін қатты қорыққанымыздан не істерімізді білмедік. Камера біз отырған қатарға жақындап келе жатты. Біз экраннан өзімізді көріп отырмыз. Бірақ біздің арт жағымызда тұрған қара елес бұл жолы бұрынғыдан да айқын. Оның пішіні анық байқалады, бірақ беті де әлі көрінбейді. Тап бір осы кинотеатрда жүрген әруақ сияқты. Ол бізге еңкейіп жақындай бергенде кенет экран қараңғылап кетті. Және де әлгі елестің айғайы естілді. Осы сәтте жанымдағы достарым шыдамай кинотеатрдан қашып шығып кетті. Біз де олардың артынан жүгіріп кинотеатрдан шығып кеттік. Бірақ бұл қарғыстың ешқашан бітпейтінін түсіндік. Және де молдаға барып емделуді шештік. Кейін молда бізді емдеп, жай ғана сол жақта мультфильмнің ішіндегі жын біздің өзімізге кіріп кеткенін айтты. Бұл оқиға менің оқырманым Алия атты қыздан жазылды.